сондықтан заңда жазылған, әр тұрғын үй иесі өзінің осы тұрғын үйін күтіп ұстауға құқылы деген. Мемлекет сізге келіп, например, оның барын жөндеп бере алмайды. Сондықтан мемлекет не істеді? Жаңа модернизация деген программа істеді. Одан қорықпау керек модернизациядан. Қазір мысалы осылай тұрғанда үйіңізді сататын болсаңыз, например, құны бөлек. Егер осының барлығын модернизациямен дұрыстап қойып сататын болса, құны өздеріңіз білесіз бөлек. Сондықтан одан қорқатын, ол сіздің өзіңіздің үйіңізге салып жатқан, былай айтқанда активіңіз. Модернизацияға тоғыңызды да, стоягыңызды да, төбесінде, подъезінде, терезесінде барлығында істеп алуға болады. Осы үйдің ішінде определенный адамдар бар. Аз қамтылған, жағдайы қиын, зейнеткерлікте отырған, төлей алмау мүмкіндігі бар адамдар. Солай ғой? Значит, оларға мемлекет тарапынан тұрғын үй көмегі беріледі. Оны дұрыс түсіндіру керек. Мен мысалы қала әкіміне тағы да тапсырам, жоқ модернизацияға келем деген кісілерге кәдімгі группа болып түсіндіріп жүрсін. Модернизация деген сіздердің өздеріңіздің қалталарыңыздан істеп жатқан алдын ала жұмыс. Сондықтан оның қадағалауда, оның жаңағы мердігені анықтау да барлығы өздеріңізде.